Қазіргі заманғы ақпарат тасымалдаушылар. Қазіргі заманғы қоғамда ақпарат тасушының негізгі үш түрін атап өтсе болады: қағаз, магниттік және оптикалық. Ал ақпараттық қағазбен тасымалдаушылар алғашқы есептеуіш машиналар перфокарталарда жұмыс істеген. Олар картонға белгілі ереже бойынша арнайы перфоратор станогының көмегімен шағын тесік түрінде ойық жасаған. Магнитті ақпарат тасымалдаушылар 1928 жылы ең алғашқы магниттік лента жасап шығарылды. Магниттік лента айтарлықтай сенімді, ұзақ қызмет ететін USB флеш жинағыштары. Заманауи компьютерлерде ақпарат тасымалдаушы ретінде келесі магниттік тасушылар пайдаланылады: дискета, қатты диск, винчестер және стримерлер. Ақпарат тасымалдаушылардың ең тарағаны оптикалық не лазерлік диск болып табылады. Олар CD дисктер 700 мегабайт көлеммен, DVD дисктер 4-7 гигабайт көлеммен және Blu-ray дисктер 33 гигабайтқа дейінгі көлеммен. Сонымен қатар ыңғайлы және қолданылатын ақпарат тасымалдаушылар бірі USB флеш жинағыштары. Олар жылдам, жинақы, сенімді және жазбау үшін ыңғайлы болып табылады. Назарларыңызға рахмет.